Сәлем достар, бұл мен Айдана, акушер-гинеколог. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы етеккір, яғни сіз білу қажет етеккір туралы 5 ақпарат. Әйелдердің ер адамдардан ерекшелігі, ер адамдарда жоқ нәзіктік, сұлулық, бала туу қабілеті етеккірге тікелей маңызды. Ол қыз баланың көктемі басталарда келіп, күзі басталарда кетеді. Жылы жаққа ұшып кететін құс сияқты әрбір құс өзіне көңіл, қамқорлыққа жетеді. Ал сіз етеккіріңізге қалай көңіл бөліп жүрсіз? Етеккір арқылы әйел адамға нәзіктік, бала туу қабілеті күйеу келеді. Егер ол кетсе, нәзіктігінен де, бала туу қабілетінен де айырылады. Сондықтан біз етеккірімізді ай сайын бізге келетін жақсы жаңалық ретінде, жақсы хабар ретінде, өзіміздің құрбымыз, жақын адамымыз ретінде күтіп алып, жақсы шығарып салуымыз қажет. Енді бүгін сол етеккір туралы сіздер білу қажет 5 ақпаратпен бөліспекпіз. Егер бұл 5 ақпарат өзгеріске ұшырайтын болса, онда сіздің жыныстық денсаулығыңызда қандай да бір өзгерістер бар, дереу дәрігерге қаралуыңыз қажет. Себебі етеккір ол сіздің әйел болып тұрған қабілетіңізді көрсетеді. Яғни сізге тән нәзіктікті, сізге тән бала туу қабілеттілігін осы етеккір ғана бере алады. Енді бірінші дерегіміз ол етеккір қай жастан басталады. Қыздың денсаулығына байланысты және организмді ерекшеліктеріне байланысты негізінен орташа есеппен 10 жас пен 16 жас аралығында алғашқы етеккір келуі қажет. 10 жастан ерте емес, 16 жастан кеш емес. Егер 10 жастан ерте келетін болса, ол ерте жыныстық жетілу деп аталады. Ал 16 жастан келмесе, демек денсаулығында жыныстық жағында қандай да бір өзгерістер бар деген сөз. Жалпы етеккір дегеніміз ол жатырдың ішкі қабаты, яғни эндометрийдің әрбір ай сайын жанарып отыру процесін айтамыз. Қалыптыда жатыр ол ұрықтану, яғни болашақ сәбидің ұрпақтың 9 ай бойы мекендейтін ортасы болып табылады. Яғни жатыр әрбір ай сайын ұрықтануға дайындалады. Сәбиіңіз үшін мекен, яғни сол жерді дайындайды. Ұрықтану процесі жүктілік болып қалып, сол жерде бала дамып өсіп жетілу үшін. Ал егер ұрықтану болмаса, онда сол дайындалған ішкі ортасын, ішкі қабатын ол сылып тастап, тазартып, келесі айдағы жүктілікке дайындап отырады. Яғни біз етеккірді жанару процесі деп атаймыз. Сондықтан ең алғашқы етеккір 10 жас пен 16 жас аралығында келуі қажет. Егер осы жас аралығында алғашқы етеккіріңіз келмесе, онда міндетті түрде гинекологтың қабылдауына баруыңыз қажет. Екінші дерек. Қанша күн келеді етеккір? Жалпы орташа есеппен 3 және 10 күн аралығында етеккір келуі қажет. 3 күннен аз болатын болса, немесе 10 күннен асып кететін болса, онда ол етеккір емес. 3 күнге дейін ол выделение, ал 10 күннен асып кететін болса, ол қансырау, яғни кровотечение болып саналады. Бұл жағдайда да міндетті түрде дәрігердің қабылдауында болуыңыз қажет. Себебі қанды выделение болып жатқандықтан, ол қандай да бір жыныс ағзасында патология бар деген сөз. Ал 10 күннен асып жатса, демек гормоналды өзгеріс болуы мүмкін. Қандай да бір ісік пайда болуы мүмкін, киста пайда болуы мүмкін. Соны нақты анықтау үшін дәрігердің кеңесінен өтуі қажет. Сондықтан етеккірдің ұзақтығы 3 пен 10 күн аралығы. Бұдан аз немесе көп болмауы қажет. Одан кейін үшінші дерек, ол қанша мөлшерде келуі қажет. Яғни 80-100 мл көлемінде, яғни орташа есеппен алғанда осындай мөлшерде келуі қажет. Және де сіз 2-4 сағат аралығында арнайы жаялықтарды, яғни прокладкаларды ауыстырып тұруыңыз керек. Көп мөлшерде келетін болса, демек жыныс ағзаларында қандай да бір өзгеріс бар деген сөз. Және де көп мөлшерде үйінді түрінде келетін болса, ол да дәрігерге қаралуға бір көрсеткіш болып табылады. Яғни
яғни организм сізге сол етеккір арқылы, қанды бөлініс арқылы сізге сигнал беріп жатыр. Және де мысалыға алғашқы күндері, бірінші, екінші күндері көп мөлшерде келіп, одан кейін орташа, содан кейін азаятын болса, онда ол қалыпты. Ал егер 7 күн бойы көп мөлшерде келетін болса, және сіз ауыстырып үлгермесеңіз, түнгі уақытта сыртқы жаңағы жалаяқтарға өтіп кететін болса, киіміңізден өтетіп кететін болса, онда демек сіздің жаңағы жыныстық ағзаларыңызда қандай да бір өзгеріс бар деген сөз. Енді төртінші, ол қандай ауру сезімдермен жүруі мүмкін ба деген. Етеккір алдында кейбір жағдайда жаңағы іштің ісінуі, кеуденің ауру сезімі, іштің төменгі тартуы деген сияқты белгілермен, және де ол белгілер етеккірге дейін 7 күн және етеккірдің алғашқы күндері болатын болса, іш кебуі деген сияқты, онда ол қалыпты болып табылады. Және де ол ауру сезімі сіз шыдай алатындай болсаңыз, ал егер шыдай алмайтындай болсаңыз, ол қалыпты емес, және сіз ол ауру сезіміне шыдауыңыз міндетті емес. Демек, ауырып жатыр ма, организм сізге сигнал белгі беріп жатыр, бізде дұрыс емес деген сияқты. Онда міндетті түрде дәрігердің қабылдауында болуыңыз қажет. Бесінші ақпарат, ол етеккір циклінің, яғни бірінші етеккір мен екінші етеккірдің ұзақтығы. Етеккір цикліңіз ол 21 күннен кем емес, 35 күннен артық емес болуы қажет. Мысалға, кейбір қыз-келіншектерде бір етеккір мен екінші етеккірдің арасы 21 күн болуы мүмкін, ол қалыпты. Ал кейбір қыз-келіншектерде 30 күн бойы, үшінші біреуінде 35 күн аралығында болуы мүмкін. Бұл қалыпты болып саналады. Егер 21 күннен аз болатын болса, немесе 35 күннен артық болатын болса, демек ол кезде де жаңағы сіздің жыныстық репродуктивті денсаулығыңызда кінәрат бар деген сөз. Ол мүмкін қабыну аурулары болуы мүмкін, воспалениядан болуы мүмкін, гормональдық өзгерістер болуы мүмкін. Не үшін ол қысқа келіп жатыр, не үшін ұзақ келіп жатыр? Мүмкін сол етеккір циклына жауапты гормондардың қызметі бұзылғанда болуы мүмкін. Оны нақты анықтау үшін гинекологтың қабылдауында болуыңыз қажет. Яғни сіз әрбір келетін етеккіріңіздің ұзақтығын, қанша күн келетінін, мөлшерін, қалай келетінін барлығын арнайы календар сияқты өзіңізге күнделік жүргізіп отыруыңыз қажет. Себебі сіз ертең болашақта жүкті болу үшін де, және де жыныстық қатынас тұрғанда да, жүктіліктің қолайлы күнін анықтауда да, овуляция күнін анықтауда да, ол күнделіктің сізге берер, күнтізбенің берер ақпараттылығы өте жоғары. Және де кез келген гинекологтың қабылдауында болған кезде сізден міндетті түрде осы ең алғаш етеккір келген жасыңызды сұрайды, қанша күн келетінін, қалай келетінін, ретті ма, ретсіз ба, ауыр сезіммен ба, ауыр сезімінсіз ба, қанша күн келеді, қалай келеді, қандай мөлшерде, барлығын сұрайтын болады. Ал ол сіз өзіңіздің жеті атаңызды білген сияқты, етеккір цикліңізді білу, ол сіздің міндетіңіз. Себебі етеккір цикліңіз арқылы сіздің әйелге тән, қыз-келіншекке тән нәзіктілік қабілетіңіз болады. Ал егер етеккір цикліңізге бейжай қарайтын болсаңыз, оны тітіркеніп, жақсы көрмей күтетін болсаңыз, ол да уақыт өте келе сізді тастап кетуі мүмкін. Сондықтан етеккірімізбен дос болайық, денсаулығымызды күтейік. Себебі әрбір қыз-келіншектің денсаулығы ол болашақ ұрпақтың денсаулығы. Сау болыңыздар.